Freedom банктың беріп жатқан ақшасын каспи банкке қалай аудару керек, сол жайлы түсіндіретін боламын. Оның екі жолы бар. Бірінші жолы Freedom валютаны теңгеге айналдырасыз, одан кейін екінші жолы теңгені каспи банкке аударасыз. Ол үшін Freedom банкке кіреміз де оң жақ жоғары бұрыштағы валюта деген белгіні басамыз. Одан кейін переводи деген бар. Переводиді басамыз. Переводиді басқаннан кейін между своими счетами деген бар. Осыны басамыз да өзіңізге керекті теңгені, мысалы теңгеге айналдырасыз ғой, осы жерге теңге дегенді белгілейсіз. Теңгені белгілегеннен кейін сізге қанша валюта керек, мысалы қанша валюта жиналды, 1000 валюта жиналса, мына жерге кемінде 100 валютадан жоғары жазасыз. 1000 валюта дейсіз та, и одан кейін астындағы перевести дегенді басасыз. Перевести басқаннан кейін подтвердить и перевести деп басасыз, болды. Осыдан кейін сізге валютаңыз теңге болып айналады. Мына жерге ескере кетіңіз. Сол кезде валюта бағамы қанша теңгеге тең? Мысалы, бір валютаңыз 8 теңгеге тең болса, 1000 валютаны теңгеге айналдырып жатсаңыз, сізге 8000 теңге түседі. И осымен болды, сізге теңге айналады. Сосын бұл жерде 10-15 минут күтесіз, загрузка болады приложениеде. 10-15 минут күткеннен кейін каспи банкіңіздегі 16 цифраны көшіріп аласыз да қайтадан приложениеге кіресіз. Freedom банк приложениесіне кіресіз. Сосын бұл жерде Freedom банктегі теңгені каспи банкке аударуды үйретемін. Freedom банкке кіргеннен кейін астыңғы жақтағы операция деген белгі бар. Сол операция деген белгіні басасыз. Сосын с карты на карту деген бар, соны басасыз. Оны басқаннан кейін мына жерде ақшаңыз тұрған карточканы белгілейсіз. Менде қазір мына карточкада ақша жоқ, өйткені бұның бәрін мен шешіп алғанмын. Бұған мән бермей қойыңыздар. Сізде ақша жоқ болып тұрса, загрузка болып бітпеген әлі, сол загрузка болып біткен күтесіз. Сосын одан кейінгі жолында мына жерге кемінде 100 теңге аудару керек дейді. 100 теңге сізге қанша керек, мысалы 10 000 керек болса 10 000 деп жазасыз. Шотыңызда қанша ақша бар, соны басқаннан кейін продолжить. И мына жерде карточкаңыздың 16 цифрасын жазасыз. Сосын астына подтвердить и перевести дейсіз. Болды, сізге каспи банкіңізге ақша түседі. Осындай, ешқандай қиындығы жоқ. Видео ұнаған болса лайк басыңыз, комментарий жазыңыз, достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Каналға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі видеода Freedom банк приложениесінің ішіне қалай ақша салу керек, сол жайлы түсіндіретін боламын. Егер қажет болса, келесі видеоға өтіңіз, каналға жазылып алыңыз.